Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы бүгін елка копилкасын жасайтын боламыз. Ең бірінші мынандай пластмасс форма алып, жан-жағын қыстырғышпен қыстырып аламыз. Себебі гипсіміз ағып кетпеу үшін біздерге 3 қасық гипс салып, азғантай ғана су құйып, араластырып, қатты қою да, сұйық та болмау керек. Сұйық болса, үстіне дағы гипс салып, сәл қоюлатып аламыз. Қатты қою болса, бір жерге үйіліп қалып жағылмайтын болады. Айналдырып отырып, бір тегіс қылып гипсімізді жағып аламыз. Айналдырып отырсақ, гипсіміз әдемі болып өзі жағылатын болады. Енді үшінші слойына да 3 қасық гипс салып, су қосып араластырып, тағы да формамызға құятын боламыз. Жақсылап айналдыратын болсақ, бір тегіс болып әдемі болып шығады. Жақсылап айналдырып, төбенде қалған гипсін тегіс затпен астына жауып қоятын боламыз. 15-20 минут уақыт өтті. Ең бірінші астын ашып аламын. Жан-жағында қыстырғыштарды алып, пышақтың көмегімен ауа кіргізіп тұрып ашамын. Әдемі болып шықты. Тиын салатын жерін пышақтың көмегімен әдемілеп тесіп алатын боламыз. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.